Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ексир YouTube арнасы Таңжарық Стайл TikTok. Бүгін мен үшін өте маңызды күн. Мен тұрақты оқырмандарым білетін болу керек. Жаңа жылдан бастап бүгінге дейін санасаңыздар 180 күн таза 6 ай болады. Осыдан 6 ай бұрын әдемі идеялар бастағанбыз. Әрине маған сенетін, танитын, бет аузын көрмеген жігіттер де бар. Тұрақты оқырмандарым, группаластарым, кәсіптестерім. Жәке, аяғымнан қайтадан тұрып ал, қайталай оборотқа кіріп ал. Біз саған өсімсіз 6 айға қарыз береміз деген. Қайтарымсыз беріп тастағандар да бар. 10 мың теңге, 20 мың теңге, 50 мың теңге, бір ұрғаштайынша берген 4 кісі бар. Қалған 2 тонна жем, 1 тонна жем, болмаса сол жемнің ақшасы, 2 бұқа, 1 бұқадан берген жігіттер бар. Барлығына Алла разы болсын. Бұйыртса Алла қаласа бүгін уәдемде тұрып, яғни 6 айдың 30 күні қайтардым. Аллахқа сансыз шүкір. Және 2 жігітті қосымша 6 ай ғой. 6 ай, енді сен маған 6 ай деді, мен барлығын ақырын жекесіне шықтым. Осыдан 10 күн бұрын шықтым. Досым, братаным, інім, кейбіреуім жасыл үлкен, жасты құрдас деген. Осылай жағдай, уақыт таяп келеді. Менің есімде саған ақша керек па? Керек болмаса тағы 6 айға бере тұрсаң, мен бірінші рет көмегің өсімсіз болды, екінші рет көмегіңді өсімді түрде рахметімен қосып айтам. Ол уәде Құдайдың сөзі. Аллаға сансыз шүкір, сендер көмектесем дедіңдер, көмектестіңдер, ризамын. Артығымен берсем де дұрыс еді, бірақ біз қалай уәделестік солай беремін деп айттым. Соның ішінен 2 жігіт жалғасты, тәке болды, арғалай айналдырып ал. Тағы да өсімінің керегі жоқ деді. Бірақ мен айттым, бірінші жол сенің айтқаның есеп болды. Барлығымыз келістік, өсімсіз қолдадыңдар, рахмет, Алла разы болсын. Мен ендігі 6 айда, жаңа жылда мен саған өсіммен қайтарамын дедім. Сонымен екінші вариант, я болмаса А жоспар бітті. Аллаға шүкір, А жоспарды сәтті бітірдік. Енді Б жоспар. Тағы да маған сенім артатын жігіттер болса, мен тек 300 мың теңге алмақшымын. Яғни 300 мың теңгеге бір жасардың ар жақ бер жағындағы бұқа тиеді. Мен соны 6 ай байлаймын. 6 айдан кейін 350 мың қайтарамын. Аралықтағы жем шөбі, күтімі, бағу, баптауы, ол әрине өзімнің жұмысым. Қораны көріп жатсыздар. Досымның қорасында байлап жатырмын. Досымның қорасында тағы да 1 жыл байлауға келістім. Досыма да рахмет, Алла разы болсын. Ол жаңа қораның бір жағын жөндеп жатырмын. Білесіздер, сташқы құйдық. Енді астауына кафел төсейміз. Себебі мал жатар орын жарты құрсақ деген. Яғни малдың жатар орны жақсы болса, жем жейтін астауы таза болса, жақсы болса, жем шөп таза болса, уақыттан үнемдеуге, кәсіптен нәтиже жаратуға болады деп сенеміз. Барлығы әуелі Алладан. Аллахтың өзі айтқан, кім тәуекел етпейді, сол мақсатқа жетпейді. Мен тәуекелшілдерді жақсы көремін, және құр сөз емес, іс-әрекетімен қарекет жасаса берекетін береміз деген. Сонымен солай біз бұйыртса Аллахтың қалауымен қарекетіміз жасап жатырмыз. Тағы бір досымды білесіздер. Тағы бір досым қорасы бітейін деді. Скоро 1 аптаның ішінде ана досымның қорасы да бітеді. Мен мал байлап отырған досым қорасы да общем бітіптір. 1-2 сваркісімен кафелін ауыстырсақ болды. Сонымен арғылай скоро жалғастырамыз. Шүкір, қорада малым қалмай қалған жоқ. Қорада әлі де малым бар. Бірақ бәрібірде маған тиесілі досымның берген қорасының жартысындағы орын толып тұрған жоқ. Ол орындарда қалай болып жатқанын бұдан бұрынғы видеоларды көрдіңіздер. Астын қалай істәшкіледік, қалай реттеп жатырмыз, қандай тер төгіп жатырмыз, барлығы видеосы дайын. Бүгін сіздермен сол 6 айлық жоспарымды біткенінен мәлімет беріп қойайын деп. Енді Б жоспарға өтейік деп отырмыз. Алла қаласа қазірден бастап
б жоспарды бастаймыз. Хабарласыңыздар 8707 680 60 66.